Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің автошолуымызда Kia Carnival. Ерке қыз төңкер шампанды аспанға, екеуміздің мерекеміз сәулем шуағын шашқанда түсіндім, Құдай бізді қосқан. Сені сүю су тасқандай, менің күйім адасқандаймын. Төкпе көз жасты арманда, өтет кетет бұл жастық шақ. Автошолуымызды бастамастан бұрын әдеттегідей тарихқа көз жүгіртейік. Kia Carnival бұл Корея автонарығында отбасылық саяхатқа арналған минивэн ретінде шығарылған. Ең бірінші буыны 1998 жылы, 2005 жылға дейін шықты. Ол қарапайым және бағасы жағынан өте арзан болды. Екінші буыны, бірінші буыны ол Корея нарығына ұсынылған болса, екінші буыны Европа нарығына және Америка нарығына шығарылды. Ол 2005 жылдан бастап 2014 жылға дейін. 2014 жылдан бастап 2020-ға дейін үшінші буын ол жаңа мультимедиасымен және де кеңірек Америка нарығы үшін арнайы жасалған көлік болып саналды. Келесі төртінші буын 2020 жылдан бері басталады. Дәл бүгінгі бізде автошолуымызда сол 2021 жылғы автокөлік. Kia Carnival'дың төртінші буыны ол басқа буындарынан ерекшелігі SUV шанағында жасалынды. Алдыңғы жетекті және толғы жетекті. Төртінші буыны ол екі мотор гаммасымен шығарылды. Біріншісі 3.5 6 цилиндрлі мотор болса бензиндік, екіншісі 2 литрлі дизельдік отын тұтынатын мотор гаммасы шықты. Бензин моторында ода 249 ат күші бар, дизельде 199 ат күші бар. Қорабы 8 сатылы автомат. Kia Carnival'дың төртінші буыны заманауи технологиялармен және мультимедиа жүйесімен жабдықталған. Алдында конектеуші жүйендік мультимедиа жүйесі, жолақта ұстау жүйелері және тағы басқа. Қазақстанда ресми түрде бұл 2022 жылдан бастап сатылды. Шанағы екі түрде болды, 7 орындық және 8 орындық. Кореяның өзінде 9 орындық нұсқаларда кездеседі екен. Заманауи технологиялардың бірі көлік жүргізушісі. Бұл көлікті алдыға не артқа жылжытуға болады, өздеріңіз көргендей. Осындай кереметтер бар. Бүгін біздің автошолуымыз әдеттегідей емес. Біз осы автокөлікпен Астанадан Қостанай қаласына барамыз және Қостанайдан артқа Астанаға келеміз бір күн ішінде. Шамамен 700 шақырым Қостанайға дейін барып келу 1400 шақырымды бағындырамыз. Төңкер шампанды аспанға, екеуміздің мерекеміз сәулем шуағын шашқанда түсіндім, Құдай бізді қосқан. Сені сүю су тасқандай, менің күйім адасқандаймын. Төкпе көз жасты арманда, өтет кетет бұл жастық шақ. Үмітім
бізді қосқан. Сені сүю су тасқындай, менің күйім адасқандаймын. Төкпен көз жасты арманда өтет кетет бұл жастық шақ. Сені сүю су тасқындай, менің күйім адасқандаймын. Төкпен көз жасты арманда өтет кетет бұл жастық шақ. Достар, бүгінгі біздің жолға шыққан автокөлігіміз 2021 жылғы. Комплектациясы бойынша моторы 3.5, 249 ат күші бар. Алдыңғы жетекті, 8 сатылы автомат. Көлік иесі Кореядан арнайы тапсырыспен алған 2022 жылы. Бүгінгі күні 59.800 шақырым жүрген. Жаным мен десе сағындың ба мені, сағындың ба мені. Жаным мен десе жаным құрбан еді. Күз көңілдің емі сен дейтін едің, іздедің бе мені. Ерімейтін тегі солтүстіктегі мұз дедің бе мені. Көңіліңде көп сұрақ, көздің жасын долап, болма менен бірақ тым дәмелі. Кеткен жандармыз жырақ, жүрсен дағы шыдап, жүрегіңмен жылап. Ей, сағындың ба мені? Қанша күнді әдемі өткізген едік, аңсадың ба мені? Аңсадың ба мені? Өткізген едік қанша күнді әдемі. Нұр көгіңді әдемі, қол жетпей тұғын күндедің бе мені? Көз жетпейтін тегі эвересттегі шыңдедің бе мені? Көңіліңде көп сұрақ, көздің... Ал достар, бүгінгі біздің автошоуымыз осындай болды. Егер де қорытындылайтын болсақ, Астанадан таңғы 4-те шыққанбыз, Қостанайға сағат 11-де жеттік. Асықпай жолды өздеріңіз көрдіңіздер. Орта есеппен 100-110 шақырым сағатына жүрдік. Оттың тұтынуы, егер де 100-ге дейін жүрсек 7,5-8 көрсетеді борт компьютер. Ал егер 120-130 басса, онда 12-13 литр 100 шақырымға жейді. Ал көргендеріңізге рахмет, пікірлеріңізді білдіріп, лайк басып ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы. Болма менен бірақ тым дәмелі, кеткен жандарма шырақ, жүрсең дағы шырақ.